Рус көветчілері Олег Царевны өлдірмеге істегенлерінің незарет еткен инсанны тұтқаныны білдірді. Ишғалжылерінің қайд еткеніне көре 46 яшындаки ер адам иханетчінің тақып етілмесіні тешкел еткен. Бұл кібі тұтылмаларының адетіне көре эмирінің Украина махсус көветлері, яғни СБУ берген. В феврале 2023 года устроился работать в санатории Кирова для полноценного доступа и передачи информации о передвижении данного человека. Айнен бұл санаторийде кечкен авта сабық Украина милет векелі шымды есе рус ишғалжылерге құлық еткен Олег Царевны қанлар içerisinde таптылар. Алынған мәліматларға көре она эки құршын керді. Илк ярдым арабасы есе иханетчіні есі олмағанда алып кетті. Ама шымды ишғалжы көветчілерінің берген мәліматларына көре Царевның сағлық вазиеті ейлешті. Рус тәшвиқатчылары Олег Царев бұл кібі вазиетнен қаршылаша білежегені білгеніні ве бұның үшін силях талап еткеніні білдірді. Ата ишғалжы мемориетлерге біле она силях берілмесі үшін мұражиат еткен. Яраланған арифесінде есе Царев иханетчілеріні yok etmek үшін тызылген Украина махсус табырына шикает етеді. Они в этом законе прописали, это фактически они создали Моссад. Они взяли действия Моссада, и там прямо написано о том, что украинские спецслужбы не только могут, но и обязаны убивать врагов Украины за пределами Украины, где они только могут их настичь. Бірқач Украина матбуаты өзінің көветчілерде олған менбағаларына таянып, Олег Царевны өлдірмек ниеті ақиқатінде Украина махсус көветлерінің бір операциясы олғанына қайд еткен еді. Себеплерден бірі sadece Царевның рус дүниясына олған sevgisi дегелде ишғал етілген Киев илетіне ишғалжылерінен берабер келмесі олды. Сепаратизм бе ишғалжылерінен ишбірлік үшін сабық милет векіліне ғияби шекілде 12 ел апис жазасы чықардылды. Украина аскерлері ишғал етілген Қырымның ғарби ялыларында ерлешкен русларының ава савунма системлеріне уджум gerçekleştirdi. Бұны стратегик коммуникация мерkezінде таздықладылар. Сөз 30 октябрь күні yapılған уджум ақта кете. Бұйық ихтимал сөз айны заманда Қара Ажы қасабасында рус аскерлерінің бұлынғаны меркез ақтады кете. Қырымның ишғалжы акимиеті ве рус мудафа назерлігі эпысы сейір füzelеріні санкидерсін yok еткенлеріні білдірген еділер. Украина Женюби көветлері спикері Наталья Гуменюкның айтқанына көре есе, базы арби ноқталарға yapılған салдырылар Қырымның ишғалден құртарылығы үшін gerçekleştirilген бұйық планның күчі қысмыдыр. Нагадаю, нам необхідно не тільки знищувати те, що вони можуть застосувати проти нас, а й те, чим вони планують захищати весь свій той накопичений ресурс, який в так званому військовому хабі, в який вони перетворили Крим, очікує можливості бути підтягнутим на материкову Україну, там, де буде застосований в бойових діях. Зеленскийның Ялтада ерлешкен дайресіні чекіп алып, нетижеде 44 миллион рублеге саттылар. Бұл параны санкедерсін yok етілген рус ишғалжы аскерлерінің айлелеріне ярдым етмек үшін масраф етежеклер. Бұл ақта Қырымның ишғалжы парламент рейесі Владимир Константинов білдіре. Евелден иханетчі коллаборант қанунсыз жәмилетлештірілген Украина президентінің өмір арқадашының дайресінде нацизм музейіні yapmaға ниетленген еді. Ама туристик Ливадияда ерлешкен 119 квадрат метрлік дайрені Москва сакины Ольга Липовецкая сатын алды. О Москва полисінің меркези бөлігінде 6 ел çalışқан адвокат Иван Пучковның өмір арқадашы олам. Жебе янында яшамаға девам еткен юзбинлерже ерлі сакинны Қырым татар көңіллері тойырды. Бұл ақта Қырым мұсылмалары мүфтісі Айдер Рустемов білдірді. Он мемлекетні ашытамыз лейхасының 8 айлық нетижелері ile пайлашты. Мобиль мутвақ тақымы Изюм, Балаклея, Херсон, Запорижжя ве рус террорындан зарар көрген ишғал алтында болынған бірчоқ кой ве қасабаларда болынды. Ергерде Қырым татар көңіллері ерлі сакинлеріні Қырым татар пилявынен силяды. Венді яңы істиқаметлерге азырланалар. Саме зараз наша команда працює понад усили Славянськ та Краматорськ. І закінчує вже 6-й план. І час їй відпочити. Але відпочити не для того, щоб відпочити, а відпочити для того, щоб знов згуртуватися та повернутися на Кримський фронт. До повного звільнення нашої країни. Наш шлях до Криму, додому. Крим – це Україна,
наша боротьба продовжується.